Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз сіздермен математика 2-ші сынып 6-шы сабақта өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Каналдан 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптың математика және қазақ тілі пәндерінің үй тапсырмаларын көріп бірге орындасаңыздар болады. Енді бірінші есепке қарайық. Тиісті сандарды жаз дейді. 7 ондық 2 бірлік. Бұл дегеніміз бізде 72 бірлік болады екен, 9 ондық 8 бірлік, ол 98-ге тең. 9 ондық 0 бірлік 90 санына тең болатын болса, 6 ондық 2 бірлік бізде 62-ге тең болады екен. Екінші есепте бізге сандарды жаз дейді. Бізге әріп түрінде берілген, соны сан түрінде жазуымыз керек. Біріншісі 47, екіншісі 56, 62, 71, 98, 34, 29 болады. Яғни астына қарап жазайық, балалар, Келесі бізде үшінші есеп. Сандардың жазылуындағы әр цифр нені білдіреді? Үлгі бойынша әр санда неше ондық, неше бірлік бар екенін жаз дейді. Үлгіде бізде 21 саны беріліпті. 21 бұл 2 ондық, 1 бірлік, немесе 21 бірлік дегенді білдіреді. Келесі берілген бесеуін өзіміз орындауымыз керек. Біріншісі 75. 75 дегеніміз бұл 7 ондық, 5 бірлікті білдіреді, немесе 75 бірлік. Енді екіншісі 48, бұл 4 ондық 8 бірлікті білдіреді, немесе 48 бірлік деп айтсақ та болады. Үшіншісі 23 ондық, бұл 2 ондық 3 бірлік дегенді білдіреді, немесе 23 бірлік. Одан кейінгісі 95, ол 9 ондық 5 бірлік дегенді білдіреді, немесе 95 бірлік деп айтсақ та болады. Және ең соңғысы 61, 61 бұл 6 ондық 1 бірлікті білдіреді, немесе 61 бірлік деп айтсақ та болады екен. Төртінші есеп. 69, 20, 47, 95, 38, 51 сандарының көршілерін жаз дейді. Аласында 87, 60, 81 сандарының алдындағы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Енді астын бірінші шығарайық. 69-ның алдындағы және артындағы сан оның көршілесі болады. Сонда 68, 69, 70, одан кейінгі 20 санынікі 19, 20, 21, 47-нікі 46, 47, 48, 95-нікі 94, 95, 96, 38-нікі 37, 38, 39, ал 50-нікі 50, 51, 52 болады екен. Келесі 87 санының алдындағы сан бізде 86. Осы 86 санын разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуымыз керек. Сонда біз 86 тең 80 қосылған 6-ға деп жазамыз. Келесі 60 санның алдындағы сан 59 саны. 59 бұл тең болады 50 қосылған 9-ға. Енді 81-дің алдындағы сан 80. 80 дегеніміз бұл 80 қосылған 0 деп, яғни осылай разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазсақ болады екен. Бесінші есеп сандарды салыстыр дейді. Бұл сандарды салыстыратын кезде ең бірінші неге қараймыз? Біз бұл жерде ондықтарына қараймыз. Ондықтарының қайсы үлкен болса, сон сан үлкен болады. Егер де ондықтары тең болып жатса, бірліктеріне қараймыз. Қайсы санның бірлігі үлкен болса, сол санға сол үлкен белгіні қоямыз. Енді 29 бен 31 салыстыру керек. Бұл жерде 31 үлкен болады. 89 үлкен бе, әлде 91 үлкен бе? 91 үлкен болады. 47 саны 43 санынан үлкен болады. 57 саны 56-тан үлкен, 64 саны 58-ден үлкен, 68 саны 75-тен кіші болады, немесе осылай айтсақ та болады. 81 саны 96 санынан кіші, немесе 56 саны 31 санынан үлкен болады. Алтыншы есеп бізде 59 санының графикалық моделін құр дейді. Алдыңғы тақырыптарда өттік, бұл тақырыптардың барлығын, яғни шаршы түрінде немесе дөңгелек түрінде есептедік. Енді әр түсті шаршылар түрінде бізде қызыл шаршыға назар аударайық. Осы жерде 5 қызыл шаршы тұр, яғни 59 санында 5-ті білдіреді. Екіншісі 9 жасыл шаршы тұр, яғни 59 санның графикалық моделі шаршы түрінде құрылған түрі біріншісі. Ал екіншісі әсінде сары түсті дөңгелектер бізде бұл жерде 5-еу, ал көк түсті 9, сонда ол 59 болады екен. Келесі 7-ші есеп зерттеу. Разрядтан аттамай бір таңбалы сандарды қосуды қысқаша кестесін құра аласың ба дейді. Кестедегі бос орындарға қосындының мәндерін қой дейді. Бұл жерде мысалы қараңыздар, бізде тігінен тұрған сандар, плюстен кейін 2, 3, 4, 5. Ал көлденеңнен тұрған сандар 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
яғни бір-біріне қосып бастаймыз. Мысалы 2-ні 2-ге қосамыз 4 бірінші жазылады. 2-ні 3-ге қосамыз, 2-ні 4-ге қосамыз деген секілді. Бірінші 2-ні 2-ге қосамыз 4 болады, 2-ні 3-ге қосамыз, бұдан кейін 5 болады. Одан кейін 2-ні 4-ге қоссақ 6 болады. Кейіннен 2-ні 5-ге қоссақ 7 болады. 2-ге 6-ны қоссақ 8 болады. 2-ге 7-ні қоссақ 9 болады. 2-ге 8-ді қоссақ 10 болады. Енді 3 санын 3-ті 2-ге қоссақ бізде 5 болады. 3-ті 3-ге қоссақ 6, 3-ті 4-ге қоссақ 7, 3-ті 5-ге қоссақ 8, 3-ті 6-ға қоссақ 9, 3-ті 7 санына қоссақ 10 болады. Келесі 4-ті қосамыз енді. 4-ті 2-ге қоссақ 6, 4-ті 3-ге қоссақ 7, 4-ті 4-ге қоссақ 8, 4-ге 5-ті қоссақ 9, 4-ге 6-ны қоссақ 10. Келесі 5. 5-ге 2-ні қоссақ 7 болады. 5-ге 3-ті қоссақ 8 болады. 5-ге 4-ті қоссақ 9, 5-ге 5-ті қоссақ 10 болады. Соңғы есеп бізде 8-ші есеп. Есепті шығар. Жараста 30 асық бар. Ол 10 асықты досына сыйлады. Жараста неше асық қалды дейді. Яғни барлығы ода 30 болды, асықтардың саны. 10 асығын өзінің досына берген. Сонда неше асық қалды дейді. Сонда барлығы 30-дан 10-ды алып тастаймыз, оған берген. Сонда бізде 20 қалады. Яғни жауабы жараста 20 асық қалды. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.